Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз түрмеден қашу атты хикаяның 2-ші маусымының 1-ші бөлігіне шолу жасаймыз. Алдыңғы бөлімін жоғарыдағы сілтемеге өтіп көре аласыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де телеграм арнаға тіркеліңіз. Ал біз бастаймыз. В сериале «Побег». 1-ші бөлім. Маусымның басында бір ер адам түрмеден қашқан 8 адам жайлы ақпаратты тексеріп отырады. Оны Майкл Скофилд қызықтыруда. Бұл уақытта қашқындар орман ішімен келеді. Олардың артынан полиция қууда. Қашқындар темір жол бойымен жүгіріп, пойызға отырып құтылып кетеді. Артынша жаңағы ер адам, яғни Александр Махоун есімді ФБР-дің агенті, журналистер алдына шығып сұхбат береді. Ол қашқындарды ұстау үшін бүкіл халықтан кез келген ақпарат беруін сұрауда. Махоун артынша директордан есікті ашық қалдырған дәрігер жайлы сұрайды. Директор қызды қорғаштағысы келетін секілді. Бұл уақытта ауруханада комада жатқан Сара есін жинайды. Ал Вероника көрде жатқан адамды дін аман тауып, оны суретке түсіруде. Бірақ Теренс өзінің осы үйде тұтқын екенін, есік тек сырттан ашылатынын, ал терезелер оқ өтпейтін әйнектен жасалғанын айтқанда, қыз да өзінің тұзаққа түскенін түсінеді. Отсюда нет выхода, юная леди. Майкл болса бауырына әзірге барлығымен бірге жүру керектігін айтады. Ол киім мен азын-аулақ ақшаны бір жерге жасырып қойған. Осы арада оларға кішкене қызымен жүрген аңшы жолығып қалады. Абруциге ер адамды қызымен қорқытып, көлігімен қаруын алуға тура келген. Ашуға булыққан Белек қашқындардың соңына түсуде. Махоун кейіпкердің үстіндегі сызбалар бекер еместігін аңғарған. Ол суретші қызды тергеп, кейіпкердің пәтеріне барып, Майклдың не істегенінің барлығын түсінеді. Бұл адам бекер емес. Вероника болса полицияға хабарласпақшы. Оған Теренс бұлай жасамауды сұрап тапанша кезенуде. Қыз ештеңкеге қарамай байланысқа шығады. Қолынан айырылған Теодор болса орманда демалып жүрген жастардан мұзды ұрлап кетеді. Оған мұз қолын сақтауға керек. Ол бірден мал дәрігеріне барып, оны қорқытып қолын тігуді бұйырады. Оның үстінен нарқоссыз. Махоун Майклдың үстіндегі бір жазба қойманың атауы екенін түсініп сол жаққа барады. Бірақ бұл жер бос. Кейіпкердегі жазба қойманың емес, молада жатқан адамның аты еді. Махоун оны да түсініп қояды. Қашқындар бұл уақытта сол бір көрді қазып, кейіпкер жасырып қойған киім мен ақшаны алады. Майкл бауыры екеуіне төлқұжат жасатып қойған. Осы сәтте молаға Махоун келеді. Майкл осы бір ер адамның сыртынан қарап тұрып, тегін еместігін түсінеді. Қашқындарды алыстан байқаған Махоун соңдарына түседі. Бірақ қашқындар топ арасына еніп ғайып болады. Вероника болса Теренспен келісіп, Линкольнмен байланысқа шығады. Осы арада костюм киген адамдар келеді, бірақ олар полиция емес. Мистер Стэдман, 2 шага назад. Вероника. Вероника. О боже. Вероника. И насчет вашей игрушки. Откуда она у вас тут? Для самозащиты. Ну, а мы, по-вашему, зачем? Ауруханада жатқан Сара заттарын ақтарып отырып, сөмкесінен оригамиді тауып алады. У меня есть план, как все исправить. Барлығын түсінген Махоун болса, қашқындарды ұстауға Майклдың үстіндегі сурет көмек беретінін айтуда. Мы будем знать, куда он собрался. И когда он там окажется, мы уже будем его ждать. 2-ші бөлім. Қашқындардың суреттері газет беттеріне шығып кеткендіктен, олар емін-еркін қалағандарын алып жүре алмайды. Онымен қоса жүйкесі жұқарып, қарны ашқандар кикілжіңге келуде. Оларды тамақ ұрлап келген Майкл сабаларына түсіруде. Майкл осы арада барлығына азын-аулақ ақша беріп, бөлінетін уақыт келгенін айтады. Бірақ Линкольн баласының соты болатындықтан кеткісі келмейді. Ол баланы алып қашқысы келеді. Майкл амалсыз оның ойымен келіскен. Бұл уақытта мал дәрігері малдың сирағын тігіп қалпына келтірген. Бірақ Теодор өзіне көмектескен адамды да тірі қалдырмайды. Ал қашқындарды енді тек ФБР іздемекші. Белек пен директор ашулы, олар да тергеуге түскен. Ал түрмедегі шикілікті айтып берген Майклдың сағатын ұрлап жұмыстан қуылған бұрынғы күзетші куәлік етуде. Ол Белектің түрмедегі саудасын әшкерелеген. Нәтижесінде ол жұмыстан қуылады. Директор бұндай қорлыққа шыдамай, өзі де жұмыстан шығады.
Ұры жігіт бұл уақытта шашын алып, епті қолының арқасында қалаған затына қол жеткізіп жүреді. Бір бәлені сезген Махоун LJ'ге келіп жігіттің миын аштуда. Артынша Линкольн жалған қорғаушы болып баласымен сөйлесіп, жұмбақ сөздерін айтады. Ағайындылар керек заттарын алып жүргенде бір қыз Линкольнді танып қалып, полицияға хабар береді. Оларға керек заттары бар көліктерін тастап кетуге тура келген. Өте ақылды Махоун балаға әкесі хабарласқан біліп қояды. Ол ер адамның жасырын сөзін түсініп, баланың жанынан қалмай лифтіге бірге кірген. Осы сәтте төбеден түскен Линкольн мен Майкл қару кезеніп, баланы алып кетпек болады. Бірақ бұл жоспар жүзеге аспайды, олар бас сауғалауда. Ашулы директор бар үшін Майкл жасап берген мүсіннен алуда. Белек болса өз-өзін атпақшы. Бірақ ұрыларды ұстағанға қомақты сияқы барын естіп, өмірге деген мақсат тапқан секілді. Азғын болса өзін жақсылап ретке келтіріп, дәрігердің көлігімен сол бір Чарльз ақшасын жасырған жерге аттанады. Ұрының да мақсаты сол жақ. Жігіт сол жаққа аттанатын жол серік тауып, жолға шыққан. Үшінші бөлім. Бөлімнің басында полиция аударылған көліктен екі адамның денесін табады. Бірақ олардың кім екені әзірге белгісіз. Осы жерде хикая бізді 12 сағатқа артқа ауыстырады. Ағайындылардың бірі жаралы қашқандықтан полиция барлық ауруханаларды бақылауға алған. Ал кейіпкерлер Майклдың әйелінің үйіне келеді. Олар Линкольнның жарасын емдеуде. Қызға полиция ендігі келіп кеткендіктен ол қорқуда. Бірақ оларда таңдау болмады. Майклға өздерінің көліктері керек. Өйткені керек заттарының барлығы сол жерде қалды. Көлікті полиция алып кеткен. Ал ішіндегі төлқұжатты қайыршы ұрлап алған. Солай жалған төлқұжат Махоунның қолына түседі. Белек болса дүкеннен сыр алуға барып, күзетші болып жүрген ескі танысын жолықтырып қалады. Екеуі осы жерде бір аймаласып алады. Артынша тағдырластар ақылға сала келе бірге әрекет етуді ұйғарады. Олар сияқы үшін қашқындарды іздемекші. Кейіпкер бұл уақытта айып тұрағына келіп, өз көлігін сатып алады. Бірақ ол жерде керек заттары жоқ. Махоун бұл уақытта қашқындарды тонап кеткен қайыршыны тергеп, көліктің қандай екенін біліп, қашқынды ұстамақ болады. Бірақ Майкл осы жолда құтылып кетеді. Фернандо болса қалыңдығының басқа біреуге тұрмысқа шыққалы жатқанын естиді. Ол қызымен кездесу үшін көлікті ұрлап кетеді. Ал Сара ауруханадан шыға сала полиция тұтқынға алады. Оны агент аңдуда. Франклин әйелімен байланысқа шығып барлығын түсіндіріп береді. Ол сонымен қатар кездесу орнын айтады. Оны полиция тыңдауда. Көліктің номерін ауыстырған Майкл мен Линкольн жолға шығады. Но все на запад, за деньгами, за LJ. Но с одной остановкой. Какой? Ты мне веришь? Белек серігімен түрмеге келеді. Олар таныстары арқылы ұсталып қалған жігітпен кездескен. Белек оны қорқытып, қашқындардың не ойластырғанын сұрауда. Тергеуде отырған Сараға әкесі келіп, бар кінә түрме директорында екенін айтуды бұйырады. Өйткені Сара кінәні мойнына алса, губернатор әкесінің беделіне нұқсан келетіні анық. Я виновна. Это неправда. Делай, что я сказал. В противном случае все мы очень сильно пострадаем. Да, сэр. Майклдың жоспары бар. Ол ерте ме кеш пе Махоунның Ютадағы ақша жайлы білетінін сезуде. Солай олар біреуге хабарласып кездесу жариялайды. Әрине ФБР оларды тыңдауда. Осы уақытта Фернандоны полиция тоқтатып төлқұжатын сұрайды. Фернандо оған көліктің құжатын беріп, оңтайлы сәт келгенде жүгері алқабымен қашып кетеді. Франклин болса мектептегі кішкене қызмен көрісіп, анасы айтқанын түсінсе, үйдегі шамды қосып қоюын айтуын сұрайды. Кейіпкерлерді ұялысы арқылы қармағына түсірген Махоун соңдарынан келеді. Ағайындылар діттеген жерге жеткенде, көлік ішіне малдың етін салып, радионы қосып, көлікті көпірден итеріп жібереді. Көлік белгілі уақыт ішінде жарылу керек еді, бірақ жарылмады. Полиция жақындап қалды. Сондықтан Линкольн радионы өз қолымен ауыстырады. Фернандо ақыры танысына жеткен, бірақ қалыңдығының тойы бұл жерде емес, Вегаста болады. Жігіт досының айтқанын соңына дейін тыңдамай жетіп келген еді. Енді ол танысының мотосын алып Вегасқа аттанады. Сара болса тағы да нашақорларды емдейтін орталыққа барады. Бұл жерде оны өтірік нашақор болып Пол аңдуда.
Кейіпкердің ойлағаны іске асқан. ФБР көлік апатына түскен қашқындар деп ойлауда. Енді жанып кеткен дене олардікі емес екен анықталғанша ағайындыларда уақыт бар. Олар Ютадағы ақшаға жол тартуда. Франклин үйіне келіп, әйелінің белгісін көреді. Бірақ оның үйінде ендігі ФБР агенті отырған. Майклға әйелі тағы бір көлік әкеліп береді. Қыз осы жерде Сара жайлы сұрайды. Бірақ кейіпкердің оған берер жауабы жоқ. Осы арада оларды сырттан Белек жолдасымен аңдып отырады. Олар кейіпкерлерді Майклдың әйелін аңдып отырып тапқан. 4-ші бөлім. Кейіпкерлер арттарынан қуған Белектен қашуда. Қуғын нәтижесінде олар ағашқа соғылып ұсталып қалады. Белекке керегі Чарльздың Ютада жасырған қазынасы. ФБР болса Майклдың көлге лақтырып жіберген дискісін тауып 12%-ын қалпына келтірген. Онымен қатар жарылған көліктен ағайындылардың қанымен сәйкес келетін қан табылған. Сондықтан оларды өлді деп жарияламақшы. Бірақ Махоун олай жасамауды бұйырады. Алдымен 100% сенімді болу керек. Жолда көліктің дөңгелегі жарылғандықтан Белек жолдасын дөңгелекке жіберіп, өзі тұтқындарды лашыққа апарады. Майкл мен әйелі келісе алмауда. Белек осы сәтті пайдаланып, қызбен келісімге келуде. Қызға ақша керек. Белек 200 мың беруге келіскен. Абруци болса отбасымен қауышуда. Бірақ артынша Хибаначидің мекен жайын біліп, сол жаққа аттанады. Ал тұтқындағы кейіпкерлер барлығын ойластырған. Кейіпкер әйеліне не айту керектігін үйретуде. Қазынаға Теодор да аттануда. Оны жолда кішкене қызы бар ер адам діттеген жеріне жеткізіп салмақшы. Азғын кішкене қызды көріп қуана кеткен. Майклдың әйелі Белекпен тағы келісімге келіп, байлықтың 1/3 бөлігін алмақшы. Оның үстіне Белекпен бір түн. Линкольн қызға сенбейді. Ұры жігіт жолда серік болған қызбен қонақ үйге тоқтаған. Қыз жігіттен күдіктеніп қорқақтайтыны анық. Азғын болса сасық ойын жүзеге асырмақ болып, кішкене қызбен жақын сөйлесіп қырындауда. Пасықтың жаман ойын сезген қыз әкесіне айтып берген. Екеуі айқастан Теодор жеңіп шыққан. Ағайындыларға келсек, олар Никаның көмегімен босанып, Белекті тұтқындаған. Оның серігі дөңгелекті алып келгенде, олар екеуін байлап тастап сапарларын жалғастырмақшы. Осы жерде Белек дәрігер қыздың нашаға қайта оралып, түрмеге түсу мүмкін екенін айтады. Майкл Никаны да дәл солай дәрігер қыз секілді пайдаланып жатқанмыз. Өтірік нашақор болып жүрген Ник болса, Сарамен жақын танысып тілдесуде. Осы арада Сараны уайымдаған Майкл қызға хабарласып, кешірім сұрап, шынымен жақсы көретінін айтады. Абруци өзін түрмеге тыққан адамға, яғни Хибаначиға келген. Бірақ бұл жерде ол жоқ. Абруци тұзаққа түскен. Оны сыртта полиция күтуде. Қапасқа қайтқысы келмеген Абруци өлімге бас тігіп мерт болады. Ұры жігітке деген күдігі қайтқан қыз ағынан жарылуда. Қыз жігітті ұнатып қалған. Тұтқыннан құтылған ағайындылар болса Никамен қоштасуда. Осы сәтте қыз Линкольннің қаруын алып кейіпкерлерге кезенеді. Қыз жігітті шын жақсы көрді, бірақ Майкл оны тек пайдаланып келді. Сондықтан ол қашқындарды полицияға ұстап бермекші. Бірақ қызға сенбеген Линкольн тапаншадан оқты алып қойған. Солай олар қызды тастап кетіп қалады. Артынша ФБР ағайындылардың көлік апатынан өлмегенін анықтайды. Хитро. Но когда человек хитер настолько, однажды он непременно перехитрит самого себя. Ты не представляешь, что тебя ждет. 5-ші бөлім. Ағайындылар жолда келе жатып, радиодан Джон Абруцидің мерт болғанын естиді. Олар Юта штатына келген. Алдымен ақшаны алу керек. Өйткені ақша жайлы естігендер сол жаққа бет алғанын біледі. Ұры жігіт жол серігімен көңіл қосуда. Осы арада оларға полиция келіп, қызға түрмеден қашқан ұрының суретін көрсетіп, көрдіңіз бе деп сұрайды. Бірақ қыз ұрыны ұстап бермейді. Жігіт барлығын түсіндіріп бергісі келеді. Бірақ қыз оған сыртқа серуендеуге шығатынын, көліктің кілтін қалдырып кететінін айтады. Ал қайтып келіп, көлігін таппай бірнеше сағаттан кейін ғана полицияға көлігі жайлы хабар беретінін айтуда. Солай жігіттің қашуына көмек береді. Ағайындылар қалашыққа келіп жетеді. Бірақ ранчо жайлы ешқандай ақпарат жоқ. Ол тек архивтер сақтаулы жерде. Қиыны ол ғимаратта полиция қаптап жүр. Ұры жігіт қызға уәде еткендей көлігін жол жиегіне тастап кетеді.
Сара болса келген хаттардың бірінен оригамиді табады және қағазда цифрлар жазылған. Қазына жасырылған жерге Теодор да келіп жеткен. Ол ұры жігітті ұстап алып, уақытша серіктес болуға көндіреді. Майкл мен Линкольн болса қауіпке қарамай архивтер сақтаулы ғимаратқа кіреді. Күзетші кейіпкерге күдіктене қарауда. Бірақ олар картаны тапқанымен дәл керек беті жоқ, жыртып алынған. Олар ғимараттан шығып баратып Теодорды көріп қалады. Екеуіне керегі карта. Азғын картаны ұры жігіт ұрлап кеткенін айтады. Қазынаға Франклин де жол тартқан. Ол пойызда жанындағы елдің компьютерін пайдаланып, сол бір ранчоның ескі картасын тауып алады. Бірақ пойызға билетсіз кіргендіктен полициядан қашып, пойыздан секіріп кетеді. Кейіпкерлер енді ұры жігітті іздеуде. Сондықтан Теодорды көліктің жүк салғышына қамап қояды. Ұры осы сәтте дүкенге кіріп қиындыққа тап болады. Сатушы оны танып қалып ұстап алған. Артынша ағайындылар дүкенге кіреді. Айқас нәтижесінде олар ұрыны өздерімен алып кетеді. Нашақор, көгілдір болып Сарамен дос болып алған Пол үйінде сырласуда. Осы арада Сараға әкесі келеді. Әкесі мен қызы басқа бөлмеде бір-бірінен кешірім сұрап татуласып жатқанда, Пол Сараның заттарын ақтарып, оригамиге жазылған сандарды табады. Фернандо Лас-Вегасқа келген, бірақ сүйіктісімен кездесе алмай, оның күйеу жігітімен сөйлесуде. Жігіт полиция шақырып қойған. Уақыт болмағандықтан Фернандо сүйіктісінің әпкесіне алқасын қалдырып кетеді. Өзі мотоцикліне отырып қашып кеткен. Ағайындылар осы уақытта ұрыны тергеуде. Ұры картаның азғынның өзінде екенін айтуда. Жүк салғышта жатқан Теодор осы сәтте картаны жаттап алып, қағазды жеп қояды. Енді кейіпкерлерге азғынды өздерімен бірге алып жүруге тура келеді. Ал ұрыны жүк салғышқа салған. ФБР қашқындардың барлығы мемлекеттің батысына аттанғанын аңғарған. Өте ақылды Махоун аты аңызға айналған Диби Купердің сол бір Чарльз екеніне сенімді. Демек қылмыскерлер қазынаға аттануда. Азғынды өздерімен бірге ерткен ағайындылар болса, сол бір ранчоға келіп жетеді. Бірақ сол бір кезеңнен кейін ұзақ уақыт өтті. Бұл жер адам танымастай өзгерген. Они все застроили. Башни нет. 6-шы бөлім. Шайтан арбасын сүйрелеп, жынды келеді. Ол бір дүкенге кіріп, қабілеті жеткенше тамақ жеп тойып алады. Ал қазынаны іздеп жүргендер не істерлерін білмеуде. Бұрынғы биік ғимарат орнында жоқ. Бұл уақытта Ютаға Махоун да келіп жеткен. Ол 30 жыл бұрынғы Диби Купердің ісін қарамақшы. Майкл қатты істейтін басын қосып, ағаштардың биіктігіне қарап, ғимараттың қай жерде орналасқанын болжайды. Бірақ ғимарат тұрған жердегі үйде адамдар тұрып жатыр. Сондықтан кейіпкерлер қазына жасырылған жерді білмейтін жігітті құрал жабдық алып келуге жібереді. Фернандо болса жолда Франклинді жолықтырып қалады. Бірінде көлік болса, екіншісінде карта бар. Солай мақсаттары бір қашқындар бас біріктіреді. Сараға тағы бір хат келген. Ол жерде де сандар жазулы. Әйел номерге хабарласып көреді, бірақ тіркелмеген. Ник болса президентке тікелей ақпаратын жеткізгісі келеді. Бірақ енді ол президентке жолай алмай, Билл есімді адамға жұмыс істеуге мәжбүр. Она не должна соприкасаться ни с чем, связанным с Линкольном Барроузом. Я хочу говорить с ней. Вы докладываете. Только мне. Вице-президенттікке үміткер Сараның әкесі осы арадан Полды көріп қалады. Ер адам қобалжуда. Өйткені Полды қызының үйінен көрген еді. Ұры осы уақытта байлауда жатқан сатушының дүкеніне келеді. Артынша дүкенге сатушының танысы келіп қалады. Ұрыға оны да ұрып талдыруға тура келеді. Артынша ол керек заттарын алып келіп, дүкенде енді бір емес екі адам байлаулы жатқанын, оларға тездету керектігін айтады. Не болса да, олар үй иесіне электрик болып келеді. Өйткені жарықты әдейілеп өшіріп қойған. Қылмыңдаған әйел электриктерді үйіне кіргізген. Осы сәтте Фернандо мен Франклин де кіріп келеді. Ескі таныстар қайта қосылып, бұрынғы тірліктеріне кіріседі, яғни бетонды қазу. Әйел бөтен адамдарды байқаған. Азғын жұмыс істей алмайтындықтан үй иесін алдарқатпақшы. Екеуі бір-біріне қырындап отырғанда, Теодор таныс иісті сезіп қалады. Это что, духи, Энджел? Они напомнили вам кого-то? Воспоминания хорошие или плохие? Все сразу. Қашқындар ескі іргетасты тапқан. Ұры жанармайды толтыруды ұмытып кеткендіктен қайта қалаға жібереді.
Сандалып жүрген жынды болса бір үйге кіріп кетеді. Соқыр кемпір оны баласы екен деп қалған. Жынды жуынып, киімін ауыстырып тамақтануда. Осы жерде жармес жел диірменінің суретін көріп, қайда екенін сұрайды. Суретте Голландия бейнеленген. Кемпір жігіттің қолын ұстап, баласы емес екенін түсініп, полицияға хабарласады. Жынды қолына пышақ ұстап жанына келген. Бұл уақытта Махоун сол бір дүкенге келіп, байлаулы жатқан сатушыны табады. Ал соқыр кемпір аман есен. Жынды тек қабырғадағы суретті жыртып алып кеткен. Теодор жеңілтек қатынды сындырып отырғанда, әйел өзіне денесі үлкен, яғни Линкольн ұнап қалғанын айтады. Сараға әкесі хабарласып, Полдан аулақ жүруін сұрайды, бірақ сөзін аяғына дейін айтып үлгермейді. Пол елес секілді жетіп келген. Ал ұры болса жанармай бекетіне келеді. Бұл жерде қашқындардың суреттелі ілулі тұрғандықтан сатушы бірден полицияға хабар берген. Ол ұсталып қалады. Где? Они. Все. Майкл азғынды тексеруге шығып, шағулы жатқан стаканды көріп, бір бәле болды ма деп қорқып кетеді. Бірақ Теодормен келісе алмаған қатыны жұмысшыларды қууда. Осы сәтте үй алдына полиция көлігі келіп тоқтайды. Теодор қатынды тұтқынға алған, басқа амал жоқ. 7-ші бөлім. Үйге келген полиция қыз әйелдің қызы. Ол ыдыстар шағылған жерді көріп, табаншасын кезеніп, Майкл мен Теодорды көреді. Линкольн қыздың артынан келіп залалсыздандырған. Полдың тыңшы екенін түсінген Сара ер адамның жанынан асыға кетіп қалады. Пол артынша президент көмекшісіне келіп, қыздың барлығын біліп қойғанын айтады. Көмекшіге барлығы аян, өйткені ол қыздың әкесін тыңдауда. Сондықтан ол Сараны қойып, Линкольннің баласымен айналысуды тапсырады. Сара артынша әкесінің вице-президент болмайтынын біледі. Билік басқа біреуді тағайындамақшы. Майкл Фернандоға тұтқындарды қарауды тапсырады, өйткені Теодорға сенуге болмайды. Өздері жер қазуларын жалғастырады, ал ұры оралмады. Оны Махоун тергеуде. Жігіт ештеңке айтатын емес. Осы сәтте Махоун өзінің неліктен дәрі ішетінін айтады. Ол бір азғынды ұзақ уақыт іздеген, азғын артынан көп адамды өлтіріп қалдырған. Өзін кінәлі сезінген детектив дәрі қабылдай бастаған. Әңгіменің төркіні Теодорда. Ол ендігі өзін емдеген дәрігерді өлтіріп үлгерген. Әрі қарайда құрбан болатындар көбейетіні анық. Оны ұстау керек. Бұл уақытта түрмеде LJ'ді қорғаушымен кездесуге алып келеді. Ол адамды Пол жіберген. Жігіт толықтай аяқталып бостандыққа шығады. Әкесіне алаңдаған Сара оның үйіне келіп асылып қалғанын көреді. Қыз әкесінің өзіне қол жұмсағанына сенбейді. Сара осы арадан ерекше кілтті тауып алған. Қазынаны іздеп жатқандар жаңалықтардан Линкольннің баласы LJ ақталып шыққанын естиді. Линкольн ештеңкеге қарамастан баласына бармақшы. Оны тіптен Майкл да тоқтата алмайды. Ақыры екеуі 3 күннен кейін келісілген жерде кездесуге келіседі. Ұры жігіт ақыры барлығын айтып беруге келіскен секілді. Ол қашқындар тығылған жерде бір әйел барын айтады. Егер полиция ол жаққа барса, әйел зардап шегуі мүмкін. Сондықтан ол өзі бірінші барса, бәрі ойдағыдай болмақ. Фернандо осы арада қызметкер қыздың рациясынан ұрының ұсталып қалғанын естиді. Оларға тездетіп қашу керек. Осы сәтте қашқындар қазынаны табады. Артыншы бізге жындыны көрсетеді. Ол жанына дос тапқан. Ер адам суреттегі мекен Голландияға жүзіп бармақшы. Ал Махоун ұрыға тыңдау құрылғысын іліп, айтқан жеріне алып келген. Бірақ жігіт өзін ұнатқан қызға келіп, кешірім сұрап, өзін күтуін сұрайды. Жігіт қашқындарды бұл жолы сатпады. Сараның әкесінің көзін құртқан президенттің көмекшісі. Ол кез келген кедергіні жойып жіберуге даяр. Осы арада қайғырып жүрген Сара үйіне келіп, үстел үстінен қолданылған наша заттарын табады. Ол жалғыз емес. Қашқындар ақшаны жинап болғанда Фернандо тапаншасын кезеніп келеді. Ал Махоун жігітті айдалаға алып келген. Ол өзінің оқиғасы өтірік болғанын айтады. Детектив азғынды өлтіріп тастағанын айтып, кешірім сұрап, бұйрық солай екенін айтып, жігітті атып тастайды. Артынша қолына тапанша ұстатады. 8-ші бөлім. Фернандо ақшаның барлығын алып кетпекші. Майклдың досынан көңілі қалған. Не болса да, ол сөмкені көтеріп кетіп қалады. Майкл әйелдің қолына пышақ ұстатып, 1 сағаттан кейін қолын босатуын сұрайды. Ал азғынды байлап кетпекші. Бірақ Теодор қашып кеткен. Осы арада Франклин де өз жолымен кетеді. Сараның үйінде бір адам бар. Ол қызды нашаға уланып өлгендей жасамақшы. Бірақ қыз қарсылық көрсетіп, ер адамның көзіне ашытқы сеуіп қашып кетеді.
Кейіпкер бұл уақытта орманға келіп Фернандомен жүздеседі. Екі дос осылай қалғандарын алдап соққан. Фернандо өзін Франклиннің алдында кінәлі сезінуде. Майкл оның отбасына үлесін бермекші. Оған қоса Чарльздың қызы қаржының бір бөлігін алады, ал қалғанын 3-ке бөледі. Бірақ сөмкеде тек газет журналдар. Әрине, ақшаны Теодор ұрлап кеткен. Майкл осы арада полиция рациясынан қашқындарды осы маңнан іздеп жатқанын естиді. Жолдың барлығы жабылуда. Не істерін білмеген Сара әкесінің көмекшісіне хабарласып, әкесін өлтіріп кеткенін, өзінің де көзін құртуға әрекет жасап жатқандарын айтып көмек сұрайды. Ер адам қыздан тұрған орнында күтуін сұрауда. Қыз сол арада тұрғанда телефонға жақындаған бөтен қызды біреулер атып кетеді. Жолдың барлығы жабық тұрғандықтан кейіпкерлер мотоциклді тастап өзенмен өтпекші. Бірақ Фернандо суға құлап, аяғы ағашқа қысылып қалады. Майкл оны шығара алмауда. Кейіпкер досына су бөгеті ашылғанын, демек су көтерілгенде ағаш көтеріліп, аяғын босататынын айтып тыныштандыруда. ФБР басшылығы болса ұры жігітті атып тастаған Махоунды тергеуде. Ер адам тек қорғанғанын айтып ақталуда. Сара болса өлген қыздың төлқұжатын алған. Ол әкесінің көмекшісі де өзін өлтіргісі келгенін түсінген. Бостандыққа шыққан LJ'ді агент аңдуда. Оларға керегі Линкольн, бірақ ер адам келетін емес. Жігітке біреу келіп мазасын алып төбелес шығарады. Екеуі де ауруханаға түскен. Агент осы жерден жігітке біреу LJ'ге тиіссін деп ақша бергенін біледі. Ал әкесі мен баласы қашып кеткен. Иттерді ерткен полиция жақындап қалған. Фернандо досынан кетуін сұрауда. Бірақ Майкл досын тастап кете алмайды. Ол мотоцикл мен арқанды пайдаланып, ағашты қозғалтып досын құтқарады. Белекпен жолдасы болса, өтірік полиция болып әйелге келіп, болған жағдайды сұрайды. Әйел оларға барлығы кеткеннен кейін соңынан азғын ауыр сөмкені көтеріп шыққанын айтқан. Фернандо досына хабарласып, сүйіктісінің тойда жоқ дегенін естиді. Майкл оның жағдайын түсініп, азын-аулақ ақша мен көлік береді. Сара болса Майкл жіберген оригамидегі кодтардың мағынасы барын анықтаған. Оны Пол да түсінген. Майкл қызды бір жерде күтпекші, бірақ қай жерде? Мекен-жай соңғы оригамиде жазылған. Ол Сараның үйінде қалды. Пол оны тауып алады. Ал Махоунды тергеп жатқан адамға жоғарыдан хабарласып, жайына қалдыруды бұйырған. Артынша Махоун Полмен кездеседі. Пол оған оригамиді береді. Ол бұл жұмбақты шешуі керек. Вы не задаете вопросов нам, мы делаем так, чтобы никто не задавал вопросов вам. Договорились? Они умрут. Все. 9-шы бөлім. Майкл саябаққа жасырып қойған затын алуға келеді. Бірақ оны бұл жерде ФБР күтуде. Әдеттегідей ол қашып кеткен. Майкл түсіне алмауда. Оны барлық жерден алдын орап кетуде. Осы арада кейіпкер ұры жігіттің мерт болғанын көреді. Онымен қоса жаңалықтардан Майклдың өзенге лақтырған дискісін қалпына келтіргені айтылуда. Енді барлығы түсінікті. Махоун бұл ақпараттың жайылып кеткеніне разы емес. Майкл артынша Александр Махоун жайлы ақпарат жинайды. Ол бір азғынды іздеп таба алмаған, азғын жоғалып кеткен. Франклин болса бұрынғы таныстарына келеді. Олар ер адамға қарыздар, сондықтан көмек беру керек. Жена ждет меня сегодня, и без семьи я из Чикаго не уеду, вам понятно? Ал әйеліне Махоунның көмекшісі келіп, күйеуімен қашатын болса тұтқындалатынын айтып қорқытады. Кейіпкер болса өтірік ФБР агенті болып Махоунның әйеліне келеді. Махоунның лауазымы өсетіндіктен ер адам жайлы ақпарат жинауда. Бірақ әйел ер адаммен ажырасып кеткен. Ол қорқатын көрінеді. Сара ақыры жұмбақ жазбаның шешімін тапқан. Бірақ Майкл айтқан қонақ үй бір емес үшеу. Пол қыздың Нью-Мексикоға аттанғанын біліп, Махоунға жеткізеді. Бұл уақытта Майкл Махоунның әйелінен ер адамның бір азғынды іздеп таппағаннан кейін мүлде өзгеріп кеткенін біледі. Ол үнемі жанына ешкімді жолатпай, үй бағында отыратын көрінеді. ФБР болса Франклинді ұстау үшін әйелін қорқытып, айтқанын істеуге көндірген. Әйелдің жанына Франклиннің адамы келіп, баласы қауіпсіз жерде екенін айтып, көлікке отырып қаш дейді. Әйел ойлана келе қашып кетеді. Бұл уақытта Франклин қызын мектептен алып кетеді. Артынша ол отбасымен қауышады. Теодор болса ақша толы сөмкесін жасырып, өзін түрмеге тыққан әйелдің үйіне келеді. Бірақ әйел бұл жерден көшіп кеткен. Бұл жерде оны Белек пен серіктесі күтуде.
Махоун ақыры Майклдың Сараға жіберген жұмбағының шешуін тапқан. Осы арада Майкл оған әйелінің номерімен хабарласады. Майкл Махоунның Шелз есімді азғынды өлтіріп бағына көміп тастағанын біледі. Ты перегрелся на солнце, сынок. Но я дам тебе шанс. Уйди. Дай мне с семьей исчезнуть. А я взамен сохраню твою тайну. Это слова мертвеца. Ты береги себя. Увидимся, Майкл. Увидимся мы скорее, чем ты думаешь. Бірақ Махоун кері шегінуді мүлде ойламайды. Ол бірден үйіне барып бақшасын қаза бастайды. Бұл жерде азғын Шелз жерленуде. Линкольн мен баласы вокзалға келген. Бірақ оларды танып қалғандықтан қашуға мәжбүр. Бірақ алысқа бармай олар қолға түсіп қалады. 10-шы бөлім. Белик пен серіктесі Рой Теодорды қанша қинағанымен азғын ештеңке айтатын емес. ФБР Линкольн мен баласын ұстағандарын тойлатуда. Бірақ Махоун жоғалып кеткен. Ол президенттің көмекшісіне керек. Олар ер адам арқылы заңсыз тірліктерін заңдастыруда. Ал Линкольнды алып келе жатқан полиция көлігін жүк көлігі келіп қағады. Линкольн мен баласы қашуға тырысады, бірақ қолға түскен. Әйел оларға Линкольнның әкесіне жұмыс істейтіндерін айтуда. Артынша оларды қауіпсіз жерге алып келеді. Махоунға Майклдан басқасы қызық емес. Ол кейіпкерді Сара мен кездесетін жерден іздеуде. Бұл уақытта Сараға Майкл кездесетін орынды белгілеп жібереді. Көлігі бұзылып қалған Фернандо жаяу бір қалашыққа жетіп, сүйіктісіне хабарласады. Бірақ оған әпкесі жауап бергендіктен номерін қалдыруға тура келеді. Ал Сара мен Майкл ақыры кездескен. Бұл уақытта Махоун қыз тоқтаған қонақ үйге келіп, жігіттің жіберген хатын оқиды. Жігіт қыздың өмірін астан кестеңін шығарғаны үшін кешірім сұрауда. Ол қызды Панамаға алып кеткісі келеді. Но я не хочу, чтобы ты мучилась из-за меня. Я не хочу мучиться одна. Осы сәтте оларға Махоун көлігімен ұшып келеді. Қуғын нәтижесінде кейіпкерлер апатқа түсіп бір ғимаратқа жасырынуда. Ал Теодорға келсек, ол ақша жасырылған жердің кілтін жұтып қояды. Бұл қасқа нені жемедіз. Белик пен Рой оны әжетханаға байлап қойып, аузына неше түрлі заттарды тығады. Ақыры шөткен Теодор бұтына жіберген. Қолына кілт түскен Белик азғынды кісендеп қойып, полицияға хабар береді. Фернандо сүйіктісінен қоңырау күтіп тұрғанда полиция келеді. Жігіт қоңырауға жауап беріп үлгермеген. Президенттің көмекшісі Полмен хабарласып, барлығын тастап Сарамен айналысуды тапсырады. Бұл уақытта кейіпкер ғимаратта пропанның аузын ашып, тапаншасы бар Махоунды торға қамап тастайды. Махоун тапаншаны аталмайды, өйткені газ жарылып кетуі мүмкін. Солай кейіпкер мен Сара құтылып кеткен. Белик пен Рой қазынаны тауып алады. Осы жерде Рой жолдасын талдырып, ақшаның барлығын алып кетеді. Қалыңдығымен байланыс алмаған Фернандо қайда болатынын айтып, сүйіктісіне жолдама қалдырады. Артынша оған Майкл берген қағазды қолына алады. Майкл мен Сара бұл уақытта қонақ үйде болады. Жігіт қыздан барлығын түзетуге бір күн уақыт беруін сұрауда. Бірақ қыз кетіп қалған. Ол қайта оралмақ болғанда тапаншасын кезеніп Пол келеді. Ал Линкольн баласын атасымен таныстыруда. Шал екеуіне қауіпсіз жер ұсынуда. Бірақ Линкольн тек Майклға сенеді. Осы арада президенттің көмекшісі сол жердегі тыңшысына хабарласып, үшеуінің көзін құртуды тапсырады. 11-ші бөлім. Теодорға полиция келіп қалғандықтан азғын тіккен қолын қайта кезіп тастауға мәжбүр болған. Майкл болса бір май мен GPS алады. Бірақ ақшасы жетпегендіктен сатушы шалды итеріп жіберіп қашып кетеді. Жамандыққа еті үйрене бастаған Майклды ары мазалауда. Ол жақындарына көмек беру үшін арын аттап жақсы адамдарға жамандық істеді. Сондықтан ол шіркеуге барып ағынан жарылады. Ал Линкольн әкесі және баласына келсек, тыңшы оларды өлтірмек болады. Бірақ сары шашты әйел дер кезінде көмекке келген. Пол Сараны байлап қойып сұрақтарын қоюда. Оның әкесі бір затты рұқсатсыз алды. Оны Сара білу керек. Бірақ Сара ер адамның не айтып тұрғанын білмейтінін айтуда. Сондықтан ер адам қызды суға тұншықтырып қинайды. Махоунды босатуға президенттің көмекшісі келген. Өйткені Полдың қолы тимейді. Махоун амалсыз билікке жұмыс істеуде. Олай болмаса қылмысы ашылады. Линкольн мен әкесі LJ'ді сары шашты Джейнге тапсырып, екеуі Майклмен кездесуге аттанады.
Махоун Майклдың қолындағы жазу сан екенін анықтайды. Яғни ол белгілі бір жердің координаты. Майкл бұл уақытта сол бір жерге келіп, қауіпті адамдармен кездеседі. Кейіпкер оларға нитроглицерин беру керек. Ал олар өз кезегінде ұшақ жібереді. Ұшақ келгенше олар нитроглицеринді тексермекші. Майкл алаңдауда, өйткені қолындағы жай май еді. Контрабандистер керек заттары емес екенін анықтаған. Олар кейіпкерге тапанша кезенуде. Осы сәтте Фернандо келіп қалып біреуін жаралайды. Аяқ асты байып шыға келген Рой көңіл көтеріп ойын сауық құруда. Ол қыздарға ақысын бермек болғанда сөмкеде маяк барын көреді. Артынша Теодор кіріп келеді. Одан кейін Белек ескі досының мерт болғанын көреді. Контрабандистердің бірі көп қан жоғалтқандықтан өлім аузында. Олар ұшақ қайда қонатынын айтса босатылады. Сондықтан айтуға мәжбүр. Майкл досының оларды тастап кетейік деген сөзіне қарамастан жаралыны босатады. Кейіпкердің бұл жақсылығының қайтарымы ретінде Мексикалық оған ұшақтың шынайы қонатын жерін айтып береді. Олар тездету керек. Ұшақ тек 5 минутқа ғана қонбақшы. Сара ештеңке айтпағандықтан Полға өзі қаламаса да қызды қинауға мәжбүр. Артынша көмекші хабарласып, қызды өлтіруді бұйырады. Махоун болса бұрынғы әйелмен хабарласып, әлі де жақсы көретін айтып қоштасады. Ол біраз уақыттан кейін өмірмен қош айтысатынына сенімді секілді. Майкл мен Фернандо жолға шыққалы жатқанда Линкольн мен әкесі келеді. Мы встречались. Амалы қалмаған Пол қызды сөйлете алмай, тек өзі кінәлі екенін айтып, су толы ваннаға тастайды. Осылай екінші маусымның бірінші жартысы аяқталады. Жалғасы әдеттегідей осы видео 4000 лайк жинағанда арнаға шығады. Сондықтан лайк басып арнаға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де телеграм арнаға тіркеліңіз. Сіздермен киномен.